Нұрлан Сабыровтың Ресейге кіруіне 50 жылға тыйым салынды. Бұл ақпарат өткен апталарда елімізде де Ресейде де қызу талқыланды. Көрші елдің тілшілері бұл мәселенің егжей-тегжейін тексеруге тырысты. Себебі танымал отандасымыз осы елде тұрып жұмыс істеп жатқанына 15 жылға жуықтап қалды. Енді аяқ асты шекара кесуге тыйым бар. Ресей билігі неге мұндай шешім қабылдады? Мұнда Украинадағы соғыстың қатысы бар ма? Жалпы осындай шектеулер арқылы Кремль көршілерге қандай месседж жолдамақ? Талдайық. Нұрлан Сабыров Ресейдің әзіл-сықақ индустриясында өзіндік орнын тапқан стендапер. Түрлі тақырыпта стендап монолог жасап, жұрттың көңілін көтеріп танылды. Оның ешкімге ұқсамайтын стилін ресейлік әріптестері мойындайды. Сондықтан да ЧБД секілді түрлі танымал интернет жобалардың басы-қасында жүрді. Ашығын айту керек, өзге ұлт өкілдерінің бұлайша Ресейде танылуы, мойындалуы сирек жағдай. Бәсеке жоғары, этностық қысымда жоқ емес. Осы тұрғыдан алғанда Нұрлан өз жолын тапқан self-made азамат екені даусыз. Сонау 2020 жылдың өзінде оны ресейлік Forbes журналы әлеуеті мол жастардың қатарына енгізген. Оның атағы ақшаға айналды. 2024 жылы ресми түрде 50 миллион рубль таптым деп салық органдарына есеп берген. Шараларға қатысқанына 3,5 миллион рубль, яғни 23 миллион теңге алған. Мәскеуде зәулім үйі компаниясы бар. Бар мүлкі 160 миллион рубльге бағаланады деген ақпар бар. Заңгерлер ол өз активін шетте жүріп басқара да сата да алады деген пікірде. Бір сөзбен айтқанда оның қазіргі материалдық жағдайы жаман емес дегенмен стендапер Кремльге неге жақпай қалды? Мәлім ақпаратқа сүйенсек, Ресей билігінің оған ренжейтін бірнеше себебі бар екен. Ең алдымен тіркелген компаниясы 18 мың рубль салық төлемеген. Ресейде ұзақ уақыт жұмыс істесе де осы елдің ықтияр хатын немесе азаматтығын алмаған. Санкцияларға түскісі келмеген. Алайда негізгі мәселе Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қатысты ұстанымы секілді. Ол соғыс тақырыбын көтермеген, себебі соғысты сынаса Ресейде жазаға тартылады, қолдаса әлемде концертін өткізе алмай қалады. Сондықтан үнсіз қалған. Ал ЧБД жобасының соңғы санында Ресейде мигранттарға жылы қабақ танытпайтынын сынап та өткен. Қазіргі ресейлік идеология мигранттарды қауіп ретінде қарастырады. Осы факторлардың барлығы жоғарыда айтылған 50 жылдық тыйымға негіз болған секілді. Тоғытерін айтсақ, Ресейдің салық не миграция заңнамасын бұзу емес, оның соғысқа қатысты азаматтық көзқарасы. Яғни үнсіз жүруі, Мәскеуді ашық қолдамауы. Қазір Кремль өз саясатын жақтамаған танымал азаматтың көбін шетелдік агент танып не басқалай жазалап келеді. Сабыров осы саясаттың құрбанына айналғандай. Жалпы Ресей билігі 50 жылдық тыйым арқылы өзгелерге қандай месседж жолдап отыр? Біздің топшылауымызша, сен не біз ашқан соғысты ішкі сыртқы саясатымызды ашық қолдайсың, немесе елде жұмыс істеуге жол жоқ. Үнсіз қалып бір уақытта барлығының тілін табамын деуге болмайды дегісі келгендей. Осы тұста Ресей басшылығының басқа да қазақ азаматтарына өз еліне кіруге тыйым салғанын атап өткен жөн. Мысалы, бұл тізімде мәжіліс депутаттары Айдос Сарым, Ермұрат Бәпи, қоғам белсенділері Тоғжан Қожалы, Мұхтар Тайжан, Дидар Смағұлов және басқалар да бар. Мәскеу неге нақты осы азаматтарға шектеу қойғаны белгісіз. Бәлкім өз сұхбатында, жазбасында солтүстік көршімізге қарсы сөз айтқан болар. Тыйым содан туған реніш деп топшыладық. Айтпақшы, жуырда мынадай қызық видео жарияланды. Онда Нұрлан Сабыров Ресейде Легион Вагнера Истра атты әскери құрылымға 10 мотоцикл сыйлап, жеңіспен оралуын тілеген. Ол не құрылым? Бұл Украинада соғысып жатқан жендеттердің басын қосатын Вагнер әскери компаниясының Истра қаласындағы бөлімшесі. Яғни Сабыров Ресей армиясын осылайша материалдық тұрғыда қолдаса да, оған бұл елге енді кіруге болмайды. Ал Сабыровтың бұл әрекеті елімізде қылмыстық жауапкершілікке жататын іс саналады. Қылмыстық кодекстің 170-ші бабы жалдамалылық
Ұлттық қауіпсіздік комитеті аталған ақпаратты, яғни видеоны тексеріп жатқанын мәлімдеді. Бұл видео Украинаға да жетіпті. Олар Ресей армиясын қолдаған үшін әзіркеш жігітті Миротворец сайтының базасына енгізіп қылмыстық іс тіркеген. Енді Украина жеріне бару да қауіпті. Жалпы Ресей мен Украина соғысы жанама түрде еліміздің азаматтарына да кесірін тигізіп жатыр. Мысалы, былтыр Қазақстанда жалдамалы ретінде қолына қару алған үшін 709 қылмыстық іс қозғалған. Оның барлығы дерлік Ресей армиясымен немесе Вагнер компаниясымен келісімшарт жасасқан. Бірақ себеп әртүрлі. Біреу көрші елде заң бұзып жазадан құтылу үшін келіскен. Екіншісі идеологиялық тұрғыда Ресей тарапын қолдаған. Ал басқасы шынайы әскери тәжірибе жиғым келді деп мақсатты түрде майданға кеткен. Қолда бар мәлімет бойынша бүгінге дейін Украинаның соғыс даласында 270 отандасымыз қаза тауыпты. Бұл біздің соғыс емес, қазақ елінің оған еш қатысы жоқ. Біраз азаматтарымызға зиянын тигізіп жатыр. Түптеп келгенде соғыс себебінен Сабыровтың да басы дауға қалды. Ал енді бұл жанжал қашан аяқталады? Бейбіт күн қашан туады? Ол тек уақыт еншісіндегі мәселе.